Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім. Бүгін біз шәуел ұстап жатырмыз. Соған байланысты тез бір тәтті дәмдер пісіріп жейік деп жатырмыз. Ол үшін мен бір сгущенканы, бұл енді жасалу тәсілі өте оңай, тәтті, аты не важно, ұмытып отырмын. Кешені 2 жұмыртқа. Сгущенканы құйдым, 2 жұмыртқа. Ой, неме деп айтсам болады сіздерге? Тәтті бауырсақ шығар. Тәтті бауырсақ. Так. Сгущенкаға осыны қосып аламыз да, жұмыртқаны. Бұны қосып алайық. Қазір бірінші сабаққа барамыз, уақыт жоқ, тездетіп. YouTube салу керек. Міне, қосқышымызды қосып аламыз. Тез араластырайық бәрін. Бисмиллахиррахманиррахим деп. Бұны бірден тындырмай, қазір жасай бастаймыз. Әп-сәтте маңдайым болды. Енді осыны бүйтіп домалақтап, қазір қызып тұрған майда пісіре қоямыз. Міне менің пончиктарым. Қазір міне бүгін Алла қаласа шәуелдің 3-ші күнін ұстап жатырмыз. Қазір жұмысқа барамыз. Жұмыстан келген кезде біздің тәп-тәтті пончиктарымыз дайын тұрады. Рахат, сабаққа бармайсың. Мысық пен Айзереге рахат, сабаққа бармай. Менің тәп-тәтті пончиктарым дайын болды. Енді үстіне қалған сгущенканы жағып, немесе осының орнына шоколадтарыңызды ертіп жағып, ертпей теркалаймыз десеңіздер, өздеріңіз білесіздер. Енді сахарный пудраны себеміз. Әп-сәтте ауыз ашарға менің пончиктарым дайын болды. Енді тәттіні жақсы көреді Берік. Оның үстіне